Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін оқу сауаттылығы бойынша 3-ші мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар, мәтін соңында тест сұрақтарына жауап бересіздер. Ертеде перідей сұлу бір қыз болған екен. Қыздың әдемілігіне қызығып, небір бай, атақты кісілер алыс жақын демей, тек оны көру үшін келетін. Бірақ бойжеткен құда түскендердің ешбірін ұнатпай, барлық сый-сияпатты кері қайтаратын. Сол қызға көрші тұратын бір бозбала да ғашық болған екен. Әке-шешесіне жолығып, әйел етіп алмақшы болғанда, қыз оны да жақтырмай кері қайтарады. Бірнеше жыл бір күндей зуылдап өте шығады. Көрші бала ол жерден көшіп, үйленіп, балалы шағалы болады. Бір күні ескі үйінің қасынан өтіп бара жатып, сол кездегі сұлу қыз есіне түседі. Қыздың жағдайын далада отырған бір қариядан сұрайды. Қария гүлбағы бар үйге сілтеп, ол қыздың тұрмысқа шыққанын айтады. Жаңағы жігіт бір кездері ешкімді ұнатпай, ешкімге келісімін бермей жүрген қыздың жолдасы қандай екен деп ойлайды. Қыздың үйіне жақындай бергенде, үйден шығып келе жатқан біреуді көреді. Сондағы қыздың жолдасы. Кішкентай, семіз, басы таз шал екен. Оның үстіне байда емес. Қыздың таңдап жүріп қалайша мынандайға тап болып, тұрмысқа шыға салған екен деп ойланып, үйдің есігін қағады. Есікті ашқан қызға өзін таныстырып, мазалап тұрған сұрағын сұрайды. Қыз бақтағы гүлдер арасынан ең әдемісін таңдап әкелсе ғана жауап беретінін айтады. Бірақ бір шарт қояды. Артық гүл жұлуға болмайды, және таңдап жүріп артқа қайтуға болмайтынын ескертеді. Жігіт гүлбағына үңілген сайын бірінен бірі өткен әдемі, көздің жауын алатын гүлдерді көреді. Бірден көзіне үлкен сап-сары гүл түседі. Іздегенім осы деп гүлді жұлып алайын десе, көзіне енді одан да әдемі қызыл гүл түседі. Сарыны тастап, қолын қызыл гүлге соза бергенде, бір-екі қадам алда әдемі көк гүлдің өсіп тұрғанын көреді. Осылай жүріп, жігіт гүл таңдай алмай, бақтың соңына қалай жеткенін байқамай да қалады. Қайткен күнде де бір гүлді жұлу керек болғандықтан, амалы қалмай кез келген гүлді жұла салып, қызға келеді. Бақшаның ең әдемі гүлін алып келу керек болған жігіттің қолында солуға бет алған, әрі жапырағы түскен гүлді көрген қыз былай дейді. Көрдің бе, бақтағы гүл сияқты. Алда бұдан да жақсы кездесер деп жүргенде, өмір өтті де кетті. Енді мына тест сұрақтарына жауап берулеріңіз қажет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.